Ассалаумағалейкум, құрметті ағайын. Тағы да өзім ойымды бөлісейін деп жатырмын өздеріңізбен. Мал шаруашылығымен айналысатын кісілерге халяльный бокс оглушение дейді ғой. Мына қазір жасап жатқандарымыз бұл мал, мысалы, кірді ғой, ірі қара, жылқы болсын, сиыр болсын, мынаның ішіне кіреді. Сөйтеді, мына жоғарыдан үстінен қысып алады. Мынау жағы мойнын көтереді. Сөйтеді, мынау 180 градусқа бұрылады. Халал заңы бойынша мал қорқпай кіру керек, қиналмай сойылу керек. Оның үстіне малдың 4 аяғы жоғары қарата келтіріп сойған дұрыс деп жазылғанда. Соның бәрін еске алып, халяльный бокс оглушение жасадық. Мынаның ішіне мысалы мал кірді, қорқпай кіргеннен кейін қысып алады да, мойнын көтереді. 180 градусқа аударылады да, бауыздайды. Сөйтеді, онан кейін қайтадан орнына келеді да, мал мұнда түседі. Бұл жерде жоғары жағында тельфер тұрады да, малды аяғынан көтеріп, полосовой путь дейді, соған ілетті ары қарата, терісін кеседі, шегін ақтарады, жіліктейді, бөледі, ары қарата кете береді. Қазір жақындап қалдық, мынаны бояу қалды, бұл айтқан кезде ау мен бау қалды дейді ғой жағы. Біткеннен кейін тағы да бір видео көрсетем, соны көріп ойымды бөлісем. Мына орган управление дейді ғой, мына жағы мойнын қысады, бұрады, қасында пульті болады. Құдай қаласа бір аптадан кейін толық бітеді, тағы да бір видео көрсетем. Сондықтан барлықтарыңызға амандық, кәсіппен айналысуға шақырамын. Аман болыңыздар.